Қайырлы күн, сіздермен доктор Эмирмет каналы. Мен Момын Құндыз Қанатқызы, гастроэнтеролог, гепатолог, 8 жылдық тәжірибесі бар дәрігермін. Сіздермен бүгін талқылайтын тақырыбымыз хеликобактер пилори инфекциясы жайлы болмақ. Біздің клиникаға және де дәрігерлерге өте көп қойылатын сұрақтардың бірі ол бізде хеликобактер пилори инфекциясы жайлы. Және де бүгін сіздермен бірге сол хеликобактер пилори инфекциясы жайлы ең актуалды сұрақтарды талқылаймыз. Және де бізде бірінші сұрақ. Хеликобактер пилори бактериясын әлем халқының жартысына жуығы жұқтырғаны рас па? Бірақ олардың көбі бұл туралы білмей ме? Хеликобактер пилори инфекциясы бұл бізде әлемде ең көп таралған инфекциялардың бірі. Сондықтан айқын симптоматикасы болмайынша ол туралы пациенттер білмеуі мүмкін. Бізде екінші сұрақ. Егер ештеңе ауырмаса, хеликобактер пилориді емдеудің қажеті жоқ па? Бұл бізде қате түсінік. Яғни, егер сізде хеликобактер пилори инфекциясы анықталған болса, онда оны міндетті түрде гастроэнтерологтың консультациясынан кейін емдеу керек болады. Көптеген адамдар өзінің хеликобактер пилори инфекциясын жұқтырғанын білмейді. Оны тек қана арнайы зерттеулер арқылы ғана білуге болады. Хеликобактер пилори инфекция ол бізде анаэробты инфекция болып табылады. Ол бізде асқазан және 12 ішек ойық жарасының және де асқазан рагының себебі болып табылады. Сондықтан оны анықтау бізде 13-14 дыхательный уреазный тест және де үлкен дәреттен антигенді анықтау арқылы ғана анықталады. Ол тек қана тұрмыстық жолмен жұғады, яғни бізде бір ыдыс аяқты қолдану, бізде сілекей арқылы жұғады және де бір ыдысты қолдану арқылы жұғады. Яғни хеликобактер пилори бактерия ол бізде тұрмыстық жолмен жұғады, яғни бір ыдысты қолдануда және де сілекей арқылы жұғады. Бізде екінші сұрақ. Егер ештеңе ауырмаса, хеликобактер пилориді емдеудің қажеті жоқ па? Бұл ең қауіпті түсініктердің бірі болып табылады. Хеликобактер пилори асқазанның шырышты қабатында ұзақ уақыт бойы қабыну процесін тудырып, айқын белгі бермеу мүмкін. Алғашқы белгілері кейде ойық жара немесе шырышты қабықтың айқын атрофиясы қалыптасқан кезде ғана байқалады. Сондықтан емдеу қажеттілігі тек инфекция расталып, гастроэнтерологтың тексеруінен өткеннен кейін белгілі болады. Енді бізде үшінші сұрақ. Хеликобактер пилориді бір ғана антибиотикпен немесе халық емімен емдеуге болады ма? Жоқ, хеликобактер пилори антибиотиктерге төзімділік қалыптастыра алатын бактерия, сондықтан емдеу бірнеше дәріден тұратын арнайы схема бойынша жүргізіледі. Антибиотиктерді өз бетінше қабылдау бактерияның төзімділігін күшейтіп, кейінгі емді әлде қайда қиындатуы мүмкін. Төртінші сұрақ. Қашан тексерілу қажет? Яғни сізде хеликобактер пилориға қашан тексерілеміз? Егер де сізде асқазанның жоғарғы бөлігінде ауырсыну, немесе күйдіру сезімі, тамақтан кейінгі ауырлық, жиі іштің кебуі, кекіру, жүрек айнуы, ауыздан жағымсыз иіс шығуы, отбасында асқазан ойық жарасы немесе асқазан обыры болған жағдайларда міндетті түрде тексерілу керек болады. Негізі протокол бойынша бізде 18 жастан бастап емделінеді. Яғни балаларды біз 18 жасқа дейін емдемейміз. Бірнеше апта бойы сақталатын осындай белгілер тексеруді қажет етеді. Бесінші сұрақ. Қарапайым гастрит асқазан обырына әкелуі мүмкін бе? Әрбір гастрит обырға айналмайды, бірақ хеликобактер пилори инфекциясы ұзақ уақыт емделмесе, асқазанның шырышты қабығында атрофия және ішектік метаплазия сияқты өзгерістер пайда болуы мүмкін. Бұл өзгерістер обырға дейінгі жағдайлар ретінде қарастырылады. Сондықтан уақытында анықтап емдеу өте маңызды. Алтыншы сұрақ. Диагностика. Хеликобактер анықтау үшін міндетті түрде ФГДС жасау керек пе? Яғни ол міндетті емес. Егер қауіпті белгілер болмаса, дәрігер тыныс алу тестін немесе нәжістегі хеликобактер пилори антигеніне талдау тағайындауы мүмкін. Алайда ең сенімді әдіс ФГДС жасап, асқазаннан алынған материал арқылы хеликобактер пилориға арнайы тест жүргізу.
Сонымен қатар іштің қатты ауруы, қаназдық, салмақ жоғалту немесе асқазаннан қан кету белгілері болса, ФГТС ең ақпаратты зерттеу әдісі болып саналады. Негізгі ол бізде 3 қана әдіс, яғни жаңағы үлкен дәреттен антигенді анықтау, екінші ЭГДС жасаған кезде биопсия алу, үшінші 14-13 дыхательный уреазный тест. Ал қалған жаңағы қаннан анықтау, оның барлығы бізде скрининговый метод болып табылады. Яғни беткей диагностика болып есептелінеді. Беткей диагностика ол ары қарай тексеруді қажет етеді. 7-ші сұрақ. Антибиотиктерді ішіп шықтым, енді бактерия толық жойылды ма? Яғни сізге дәрігер 14 күндік ем схемасын тағайындағаннан кейін бактерияның толық жойылғанын тексеру қажет болады. Ол үшін 4-8 аптадан кейін бақылау ретінде тыныс алу тесті немесе нәжістегі антигенді талдау жүргізіледі. Тек осы тексеруден кейін ғана емнің нәтижелі болғанын айтуға болады. 8-ші сұрақ бізде. Егер отбасының бір мүшесінде хеликобактер пилори анықталса, қалғандары да жұқтырған болуы мүмкін бе? Иә, хеликобактер пилори бізде тұрмыстық жолмен жұғатын болғаннан кейін, яғни сілекей, ортақ ыдыс-аяқ және тығыз қарым-қатынас арқылы жұғуы мүмкін. Сондықтан бір отбасы мүшелерінде бұл инфекция жиі кездеседі. Бірақ барлық адамдар бірдей емдеу қажет емес. Кімге тексерілу және ем қажет екенін гастроэнтеролог дәрігер анықтайды. Хеликобактер пилори инфекция ол соңғы зерттеулерге байланысты асқазан рагын шақыратын номер 1 канцероген болып есептелінеді. Сондықтан біз егер хеликобактер пилориді анықтадық, енді оны міндетті түрде емдеу қажет болады. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, хеликобактер пилори ол бізде шырышты қабатта өмір сүреді. Шырышты қабатты жеп бастайды. Бірінші субатрофия болуы мүмкін, одан кейін атрофия болуы мүмкін шырышты қабаттың, одан кейін кишечная метаплазия деп аталынады. Яғни асқазанның тіннің өзгеруі, тканьның өзгеруі болуы мүмкін, одан кейін жаңағы бізде рак ауруы болуы мүмкін. Аденокарцинома желудка. Мысалға, қазір 4 миллиард халықтың барлығы хеликобактер пилори инфекциясын жұқтырғаны белгілі. Яғни біз емнен кейін, яғни жаңағы ем схемалары бар ғой бізде, сол 14 күн антибиотикті алып болғаннан кейін біз қайтадан тексеруіміз керекпіз. Яғни ем сәтті жүргізілді ма, жүргізілмеді ма, соның барлығын анықтауымыз керекпіз. Және де қайтадан жұқтыру қаупі 2 ғана %. Хеликобактер пилори инфекциясы ол бізде асқазан және 12 ішек эрозиясын, ойық жарасын және де асқазан рагын тудыратын бактерия болып есептелінеді. Қазіргі соңғы статистика бойынша әлемнің 4 миллиард халқы хеликобактер пилори инфекциясын жұқтырған. Менің тәжірибемде хеликобактер пилори инфекциясын анықтап, оны ұзақ уақыт емдемей, өкінішке орай соңы асқазан рагы ауруына алып келіп отыр. Сондықтан хеликобактер пилори инфекциясын дәрігер гастроэнтеролог ретінде мен сіздерге жылына 1 рет тексеріліп тұруға, хеликобактер пилори инфекциясына жылына 1 рет тексеріліп тұруға кеңес беремін. Егер анықталған жағдайда, онда гастроэнтеролог дәрігерге жүгінуге кеңес беремін. Егер де сіздерде қосымша сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше.